Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мен осындай өте дәмді болып шығатын және де қол жетімді заттардан тұратын осындай дәмді пирогтың рецептісін сіздерге көрсетемін. Бұл пирогты тортқа да жатқызуға болады, өйткені бұның ішінде осындай крем болады дәмді. Осындай нәзік болып шығатын, дәмі өте керемет болып шығатын пирогтың рецептісі. Оның дәмін сөзбен жеткізу мүмкін емес, өздеріңіз жасап көріңіздер. Ұнап жатса, менің осы видеомның астына комментарий жазып, лайк басып қойып отырыңыздар. Достар, егер де маған тіркелмесеңіздер, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге алда осындай оңай дайындалатын және де қолжетімді заттардан тұратын тағамдардың рецептін салып тұрамын. Достар, енді осы тортты бізге дайындау үшін пирогты ең алдымен бізге крем дайындау қажет болады. Осылай жұмыртқа, қант, крахмал қосып жасап араластырамыз венчикпен. Араластырып болғаннан кейін үстіне сүт құямыз. Барлық мөлшерін мен осы видеоның астына описанияға жазып қоямын. Енді осылардың барлығын жақсылап тұрып араластырып, біз оны қызып тұрған тоғымызға қоямыз. Мен тоққа қойдым. Енді осылай жасап тұрып венчикпен араластырып тұрыңыздар, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай қоюланғанша араластырамыз. Қоюланғаннан кейін біздің креміміз дайын болады. Міне креміміз дайын. Енді осы кремді бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Беті қабыршықтанып, кеуіп қалмас үшін осы бөлме температурасында біз салқындатуымыз керек оны. Оған дейін біз оның қамырын дайындаймыз пирогтың. Қамырына бізге 2 жұмыртқа, қант және де шым тұз қажет. Енді осылардың барлығын бірге қосып, миксермен жақсылап тұрып, жұмыртқамыз көбіктенгенше жақсылап араластырамыз. Біз массамыз жақсылап көбіктену керек, сонда біздің пирогымыз жаңағы жақсылап көтеріліп, жұмсақ болып піседі. Ағарғанша дұрыстап араластырамыз миксермен. Міне осындай болу керек. Енді жұмыртқамыз дайын болғанда үстіне жылы сүт және де сұйық май құямыз. Бүкіл мөлшерін барлығын осы видеоның астына жазып қоямын, достар. Енді осы сұйық май қосып, жақсылап тұрып тағы да араластырамыз миксермен. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұн қосамыз. Достар, мен бүгін ұнмен ғана пісірдім. Егер де үйлеріңізде миндальная мука немесе грецкий орех болса, үйлеріңізде грецкий орехты жақсылап тұрып ұнтақтап 30 граммдай қоссаңыздар, біздің пирогтың дәмі одан да керемет болып шығады. Болмаса тек қана ұнмен жасай беріңіздер. Егер де орех қосатын болсаңыздар, онда 170 грамм ғана ұн қосып, қалған 30 граммын онда орех қылыңыздар. Мен бүгін тек қана ұнмен жасадым. Қазір оның бетіне мен осы қамырды формамызға салғаннан кейін оның бетіне миндальді қосатын боламын. Туралған кесілген миндаль. Енді осы ұнымызды жақсылап тұрып араластырып, осы қасықпен ары қарай миксермен тағы да араластырамыз. Сосын біздің қамырымыз дайын болады. Достар, бұл пирогтың дәмі өте керемет болып шықты. Менің үйдегі отбасым басқа пирогтарға қарағанда осының дәмі керемет болып шықты деп мақтап жатыр. Сізге де ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер. Өте қолжетімді заттардан тұратын осындай әдемі пирог немесе торт деуге де болады. Кремімен әдемі болып шығады. Міне осындай бізде жаңағыдай қаймақ тәрізді болу керек. Енді осындай формамызға осы пергаментті жасап тұрып, жан-жағын барлығын жауып төсеп қойыңыздар. Сонда біздің пирогымызды формадан алу оңай болады. Осылай барлық массаны құйып, қамырды енді осылай қасықпен тегістеп шығамыз. Барлығын бұрыштарына дейін жеткізіп тегістеп алыңыздар. Енді қазір сіздерге жаңағы айтқан миндальді, туралған миндальді мен себетін боламын. Осы миндальдің дәмі керемет болып шықты. Осы пирогқа бір ерекше дәм берді. Егер де миндальный орехтеріңіз болмаса, жай ғана грецкий орехті де осылай ұнтақтап себуге болады, достар. Қамырына да қосып, осылай бетіне сепсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын тегістеп жақсылап тұрып бетіне сеуіп алдым. Енді біз осы орехті сепкеннен кейін қазір креміміз дайын болды. Суды, соны әдемілеп бетіне жағатын боламыз. Осылай барлық бұрыштарында барлығын сеуіп алыңыздар.
Міне біздің креміміз суып дайын болды. Енді кондитерский мешокқа осы кремнің барлығын саламын. Достар, егер кондитерский мешоктарыңыз болмаса, жай ғана қаттылау салафанды алып, онымен де істей берсеңіздер болады. Осындай міне әдемі крем шықты. Өте аз ғана заттардан тұратын әдемі крем, дәмді крем. Осы пирогтың дәмін ерекше қылып тұратын крем. Міне осы салып алдым барлығын. Енді осы кондитерский мешоктың ұшын кесіп тастаймыз. Сосын осы пирогтың бетін осы әсемдейміз. Міне осылай, осындай әдіспен әдемілеп тұрып бетіне құйып шығамыз осы біздің кремімізді. Кез келген қонаққа, аяқ астынан келем деген қонақтарға дайындауға өте ыңғайлы пирог. Дәмі керемет болып шығады. Осылай барлық кремді осы бетіне құйып шығамыз. Осы қамырды құя бастағанда, достар, духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешке пісіру керек. Міне мен барлығын құйып болдым. Енді қызып тұрған пешіме саламын. 170 градусқа қойыңыздар тоқтарыңызды. Осылай пісіріп аламыз. Осындай әдемі болып көтеріліп жатыр. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болып қалды. Осындай әдемі болып шықты. Енді осы пирогты газформадан алып, бетіне қант ұнтағын себемін. Әдемілеп қант ұнтағын себіп қоямын. Осылай әдемі болып шықты. Иісі деген керемет. Жасап көріңіздер. Енді қазір сіздерге осында пирогты турап піскенін көрсетемін, қалай піскенін. Ыстық күйінде турап жатырмын. Соның өзінде ортасы барлығы толығымен пісті. Кремі әдемі болып тұр. Осындай нәзік болып пісетін пирог. Орехтің дәмі, кремнің дәмі бірге үйлескенде дәмі өте керемет болып шығады. Осындай міне әдемі болып шығады. Достар, егер де бүгінгі сіздерге видео ұнап жатса, осы тортты, осы пирогты жасап көріңіздер. Ұнап жатса, астына комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің комментарийларыңыз бен сіздердің лайктарыңызбен менің осы каналым алдыға жылжитын болады. Егер де мені қолдап жүрсеңіздер, өте қуанышты боламын. Сіздерге Алла разы болсын. Осылай мені қолдап отырғандарыңызға үлкен рахмет. Мені ары қарай да көргілеріңіз келсе, осы видеоның астында қоңырауын басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.